Бұл өмір өз жөнімен өтеді екен. Даралап, бөліп, жарып көрмейді ешкім. Әр адам өз шаруасын ойлап қана дүниеден осылай өтем деген. Құпиясын әрдайым іште сақтап, өмірім осылай өтер деген. Шараң бар ма, құпия тез ашылып, сол құпия өзіне жара болған. Бұл нендей құпия деп дау жасама, әуелі оқиғаны жайлап тыңда. Егер де бұл оқиға ұнамаса, ештеңеге тиіспей тастау онда. Ғашықтық жыры десем мұны енді, бекер деп қиғылықты салма сенде. Қызбенен жігіт жайлы бұл өлеңді оқыда сен де ойлан достым енді. Балалық махаббат па, әлде басқа, ойланып тек басыңды сен де ұртпа. Қыз бен жігіт ғашық боп бала кезден сезімдерін екеуі іште бүккен. Әуелі мен бұларды таныстырып, содан соң әңгімемді мен бастаймын. Есімі қыз сұлудың Айна екен, әкесі Шірегенбай Қайнар екен. Айнаның шешесі бар Жайна деген. Ал жігіт жағы бұған бұлар қарсы. Қыздан тым кедей екен жігіт жарлы. Әкесін бұл дүниеде көрмегенде бар кінә осыдан кеп шығады. Жақып деп аталыпты жігіт аты. Шешесі Камила ғой, ол да жарлы. Камила мен Жақыпты қыз әкесі жалғыз қыздың қорғаны болсын енді, жалғыз ізім сол ғана деген оймен үйіне әкеліпті ол екеуін. Жайна да қарсы болмады оған тиіп, үндемей көне берді соған сүйіп. Камиланы үйіне жинаушы қылып, ал жігітті қызына қорғаушы қылды. Осылай өмір зулап өте берді. Шынында бұл құпия кәделеді. Кім барар енді оның байыбына, тек шыда сәл-ақ қалды достым жаңа. Қызда енді бой жетіпті сұлу болып, шешесі өсіріпті бұрымды қып, келбеті әппақ екен, ерні қызыл, мөлдіреген көзімен шашы қара. Көрген жан ғашық болып қалар сонда. Ал жігіт еңселі де күшті еді, қара торы өз әдемі жігіт еді, шайқасқанда өзі-ақ жеңіп салар қыздың нағыз қорғаншы Жақып еді. Осылайша қыз бен жігіт бір мектепте қатар жүріп екеуі бір түлепті. Жігіт енді сезімін жасыра алмай өлеңдетіп жіберді қызға солай. Қызда жетті ол хатта құрбысымен, қыз ашып оқиды оны шын сезіммен. Сүйемін ғой мен де сені деп жылады сол сәтте қыз жігітке жауап жазды. Жауабына жігіт қыздың тамсанады. Екеуміз мектептенді бітірсек, қалаға да екеуміз бірге кетсек, сонда жүріп некелесіп үйленсек, бақытты өмір сүріп жатсақ екеуміз, ата-анамыз ештеңе деп үндемес, ұрысса да теріс бата бере алмас, жалғыздарын беттен алып оралмас. Хатқа жауап дәл осылай жазылды. Көңілінен шуақ нұры шашылды. Бітірген соң екеуі бір мектепті, қалаға да аттанды бірге екеуі. Сол баяғы хаттағы сөз бойынша Жақып Айна болар некелесті. Содан бері ауылға бір келмеді. Ата-ананың көңілін мұң торлады. Бір жыл бойы кеткеннен соң хабарсыз кетті екеуі, деді ата-ана алаңсыз. Қайнар әке бір қулықты сезді де бір адамды іздерінен аңдытты. Бір айдан соң келді аңдушы әлде тыңшы, жамандықтың бастауы болмасыншы. Бұдан басқа шараң не айтайын жеткізеді ол екеуінің мәлім жайын. Жақып Айна некелескен екеуі, Айна жүкті, жақын екен ай күні деген кезде қыз әкесі құлады, мұны естіп Камиланы жылады. Амалың не, бұл өмірге не шара, құпияға толы өмір болғаны, бұл құпия былай енді басталған, тыңда достым, мұны да десе жай ғана. Қайнар әке Жайна шеше үйленген күн міне бүгін 5 жыл болды, бірақ Жайна бір балада босанбай, әулие иман бәрін шарлап таусап. Басқа жанды іздей бастап көңілден, Қайнар сонда Камиламен жолыққан, екеуі бірін-бірі сүйіп құшып, бір күні жаңалықты айтты оған. Болатын жеткізді енді ана, мұны естіп Қайнар да қуанады, жаңалықты айтуға асығады, Жайна да қуанады деп ойлады. Әке осылай үйіне аттанады, естіді ол басқаша жаңалықты. Жайна да атанбақшы екен анам, осы кезде әкені мұң шарлады.
Кәмилә ана жарлы сонда болғаннан соң ешкімге арыз-шағым айта алмады. Осылайша дүниеге ұл келген соң қайнар әке бұл жайға кеп қуанады. Жайна ана бір қызды дүниеге әкеліп туған-туыс барлығы қуанады. Мінекей, сол кездегі қыз бен жігіт бір әке екі анадан таралған Жақып Айна екенін сен білесің. Енді ойлан, өмірлері не боларын. Айна әкелді дүниеге бір баланы. Бала деуге бола ма, ол шарана. Қол-аяғы жоқ екен ол балада. Мұны естіп Айна да зар жылады. Осылайша терезеден ол құлады. Ал Жақып баласын кеп көреді, Айнаның құлағанын біледі. Әке ана жайынан хабардар боп машинамен соғылып ол да өледі. Енді қара, не өнді құпиядан. Әкенің жасаған бұл қылығынан айтылмайтын құпияның түрі болар, айтылмаса зар жылатар құпия бар. Әр істі байыбына барып ойлан, кейіннен бармақ тістеп қалмау.